Сәлем достар, қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Менде бәрі жақсы, шүкір Аллаға. Қанша күннен бері блог түсірмей жүрмін, өйткені энергиям болмай жүр ма бірдеңе. Оның үстіне Түркияда қазір біздің Шымбұлақ сияқты бір шаңғы сырғанайтын демалыс орнында отельде өрт шығып, сол жерден 78 жан қайтыс болды. Солардың бәрін не қылып мұңайдық па білмеймін, әйтеуір энергиям болмай деген сияқты неше күннен бері влог түсірмей жүрмін. Алла қаласа бұйыртса тағы қолға алып, жақсы күшпен, жақсы энергиямен сіздерге ораламын деп ниет етіп отырмын. Қазір сол үйдің шаруалары, бала шағамен Арманды садикке жібердік, папамызды жұмысқа жібердік. Енді Деренка екеуміз үйдеміз. Кішкене кітап оқыдым, кофе іштім. Сағат уже 10:30-11-ге келді. Сол жуылған кірлерім бар, сол кірлерді кептіріп, кепкен кірлерді орындарына қойып деген сияқты киімдерді. Сондай шаруаларымыз бар. Сол Түркияның Болу деген қаласында орналасқан. Болу қаласына бір сағаттық, 1,5 сағаттық ұзақтықта орналасқан осындай шаңғы тебетін бір отельде. Отель өзі өте үлкен, 40 жылдық тарихы бар отель екен. Ол отельде қалған жандардың барлығының жаңағыдай қалай айтсам екен, енді өте қалай дұрыс тілмен түсіндірсем екен сіздерге. Баршылықты отбасылардың демалатын отель, өйткені өте қымбат отель. Бір күндігі, бір түндігі, то есть 30 мың лира, яғни 10 мың лира, бізде 150 мың теңге. Ойлаңыздаршы, 30 мың лира бір күндігіне 30 мың лирадан басталады. Ол деген 100 мың лираға дейін шығады екен. Ең люкс, ең жаңағыдай премиум люкс деген бөлмелері 100 мың лираға дейін көтеріледі екен. Ойлаңыздар, сонда миллион теңге да біздің ақшамен. Сондай бір қымбат отель екен, бірақ отельдің ішінде барлық осы өртке арналған ешқандай жаңағыдай алдын ала нелер жасалмағанда, например, ең біріншіне барлық отельдерді болсын, заведениелердің бәрінде сыртқы жағында міндетті түрде лестницалар болу керек. Өрт шыққан кезде сол лестницамен төменге түсіп қашатындай. Именно сол отельде, жанындағы 4-5 отельдің бәрінде бар, именно сол отельде лестница жоқ. Өрт сөндіретін жаңағыдай жоғарыдан фонтан сияқты өрт шыққан кезде жоғарыдан заведениенің ішіндегі нелерден сулар не қылу керек екен, ағу керек екен. Мамандардың айтып түсіндіріп жатқаны ғой, мен қазақшаға аударып жатырмын да. Сондай жоқ екен. Өрт сөндіретін жаңағыдай баллондар болады ғой, ондай нәрселерде жоқ екен. Одан кейін кәдімгі өрттің думан шығып жатқан кезде, уже түтін шығып жатқан кезде, сразу сигнал іске қосылу керек қой, ондай да іске қосылмаған. Ол еще өрт таңғы 3:30-да шыққан ғой. Ойлаңыздаршы, таңғы күндіз шаңғы тебеді, таза ауада жаңағыдай сырғанайды, жүреді, сосын таза ауамен ұйықтаған адам деген ұйқысы қатты болады ғой. Вот, сондықтан да 3:30-да енді өрттің несін қатты естімеген, қатты ұйықтаған енді адамдар ішіндегі. Мен бағана жалғастыра алмадым. Солай Болу қаласында осындай отельде өрт шығып, 78 кісі, оның көбі балалар, өйткені Түркияда 1-тоқсан аяқталды, январдың осы қаншасында 3-4 күн бұрын 20-ларында ма 1-тоқсан аяқталды. Балдардың барлығы табелдерін алып 15 күндік каникулға шықты. Сол кезде каникулға шыққан кезде ата-аналар балдарды шаңғы тепсін, демалсын деп осындай отельдерге жаңағыдай демалуға барған ғой. Сол жерде қайтыс болғандардың барлығында адамның қатты жанына бататыны семейный отбасылық өлімдерді. Например, мамасы мен папасы 3 баласы, мамасы мен папасы 1 ұл 1 қызы, мамасы мен папасы 1 баласы деген сияқты отбасылық өлімдер болды. Осы Түркия 1 күндік жаңағыдай жариялады, еске алу күні деп.
Соған кішкене бәріміз мұңайып қалдық. Алла тағала бәрімізді, балаларымызды, отбасымызды сақтап жүрсін. Мен сіздерге айтарым, қайда болсаңыздар да, Қазақстан болсын, Түркия болсын, отельге баратын кезде міндетті түрде осындай шарттарын көріп біліп алыңыздар. Өзіме де бұл сабақ болды. Одан кейін енді өзімізде жылда Түркияның әр қаласына демаламыз ғой, жазғы демалысымызды өткіземіз, бірақ біз отель таңдаған кезде оның бәріне мән бермейді екенбіз. Одан кейін уже мән беретін болдық. Алла бәрімізді сақтасын, аман болыңыздар, сау болыңыздар.